Қамыр илеу үшін 200 грамм жылы сүтке 200 грамм жылы суды қосып, жарты шай қасық тұз, 3 шай қасық қант, 1,5 шай қасық ашытқы, 3 шай қасық кәдімгі тамаққа қосатын майды араластырамыз да, үстінен ұн саламыз. Ұнды қаншалықты алады, яғни жұмсақ қамыр шыққанша қоса береміз де илейміз. Қамырды жұмсақ қылып илеп, бетіне кішкене май жағамыз да жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Бірнеше күлшеге бөліп қоямыз. Қамырды күлшеледік, сосискаларды дайындадық. Қазір қамырды жайып, осындай жіңішке тіліктерге бөлеміз. Және сосискамыздың ортасынан бөлеміз. Енді кесілген тілімшелерімізді алып, яғни қамырдың тілімшелерін алып, сосискаларды ораймыз. Оралған сосискаларды противеньге салып, жұмыртқа жағамыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз 200 градусқа. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін духовкаға саламыз. Мінекей біздің сосиски в тестеларымыз дайын болды. Қызарып әдемі болып пісті. Бұндай қамырдан пирожки де жасай берулеріңізге болады, жұмсақ болып шығады. Егер сіздерде артық қамыр қалып қоятын болса, одан мен сияқты ромашка нанын жасауларыңызға болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар.